Үлкен радиоактивті құбыжық Японияны нағыз тозаққа айналдырмақшы. Жерде бұдан кейін не өзгерді, оны Godzilla минус Один фильміне қысқаша шолу арқылы білеміз. Видео басталмай тұрып сіздерге барынша қызықты етіп кино шолу жасап жатқан еңбегімді бағалап арнаға жазылып лайк басып қолдап отырыңыз. Бұл оқиға сонау 1945 жылдары бастау алған еді. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталуға жақындағанда Японияның әскери базасына әскери ұшақ келеді. Инженерлер ұшақты көріп, техникалық қызметке жауапты адамға ұшақ бұзылмағанын айтады. Қызметші бұл жаңалықты Кайти Сикисима есімді ұшқышқа жеткізеді. Кайти ұшақ мінгенімен камикадзе болмапты. Ол осы жағдайдан кейін судың жағасына барып, су бетінен балықтарды көреді. Бір кезде ауа дабылы естіліп, бұл ұшақтардың шабуылыма жоқ әрине, прожектор арқылы түскен жарықтан үлкен кесірткені көріп тұрмыз. Барлығы қорқыныш үстінде, әрине бұл Годзилла. Осы жердегі байырғы халық үлкен құбыжық туралы ертегі айтып жүретін, бірақ бұл ертегі емес шындық екенін кім білсін. Годзилла негізгі техникалық базаны бұзып тастайды. Басты техник Кайтиға ұшағына барып, құбыжыққа пулеметпен оқ жаудырсын дейді. Кайти ұшақтың кабинасына отырғанымен қолдары оны тыңдамайды. Годзилла оны байқамай, адамдарға шабуылдай бастайды. Ол инженерлер мен техниктерға шабуылдап жатқанда Кайти қашып үлгереді. Міне таңда атты. Түнгі апаттан кейін екі адам тірі қалыпты. Ұшқыш Кайти мен басты техник Татибана. Татибана ұшқыштың жағасынан алып, егерде ол қорықпай құбыжыққа атқылағанда, бәлкім бұл адамдар тірі болар еді. Ұшқыш пен техникті эвакуациялайды. Техник қоштасар алдында Кайтиға бір қағаз тастап кетеді. Кайти параққа қарап шошып қалады. Міне желтоқсанда келіп жетті. Токио жарылыстан кейін қирап жатыр. Кайти үйіне барғаны сол еді. Ол әке-шешесінің тірі қалмағанын көреді. Бірақ та көршісі тірі қалыпты. Ол ашуланып, егер камикадзе ұшқыш тірі болса, ол отан алдында өзін қаза етпеген деп айтады. Кайти үлкен ұятты сезіне бастайды. Анасының хатында Кайтиға елге тірі келуін өтінген еді. Ол анасының барлық арманын орындады әрине, бірақ та осылай істегеніне өкіне. Кайти елге оралғаннан кейін базарда оны тосын сый күтеді. Базар аумағында ұрлықшы әйелді қуалап жүреді. Ол әйел Кайтиға бір жаялықты беріп қашып кетеді. Ұшқыш шошығаннан жаялықты ашса ішінде бала. Уақыт өте келе ұрлықшы әйел қуалап жүргендерден арылып, Кайтиді іздеп табады. Ол жігіттен баласы екеуін асырап алуын өтінеді. Бұл қыздың аты Норика еді, ал баланың аты Акико, бірақ ол оның қызы емес. Бұл баланың ата-анасы бомба жарылғанда төтеп бере алмай қалған. Ертеңгі күні көршісі Кайтидан үйіне келген әйел мен бала кім деп сұрайды. Ұшқыш болса бұл қыздың аты Норико және ол құтқарып қалған бала қасындағы балақай екенін айтады. Көршісі кінәсіз баланы аштан аш қалдыра алмай, оларға өзінің күрішін береді. Бірнеше айлар өтеді. Норико мен Кайти қарапайым отбасыдай өмір сүріп жатты. Кайти ақыр аяғында жұмысқа орналасыпты. Соғыстан кейін суда мыңдаған жарылғыш миналар қалып қойған. Үкімет өте көп айлық төлейді екен. Норико қорқыныштан бұл үлкен жауапкершілікті қажет екендігін айтты. Кайти ақша тауып, ол ақшаға құрғақ сүт алып, Акиконы тамақтандыра аламын дейді. Билік сонымен қатар жарылғыш миналар қорқынышты болмай қалатын үлкен қайықты дайындағанын айтты. Міне қайықтың өзі. Бұл ағаш кеме. Кайти таңғалып тұрғанда, оны кеменің басшысы мен оның көмекшісі бала мен профессор есімді екеуі күтіп алады. Профессор Кайтиға ең қауіпті миналар магниттік, олар темір кемелерге жабысып қалып жарылып жатады. Сол үшін ағаш қайық қалғандарына қарағанда әлде қайда қауіпсіз. Алдымен екі кеме үлкен жіп арқылы минаны кесіп алады. Содан кейін жарылғыш мина су бетіне шығып, оны атқылау ғана қалады. Әрине ол су бетінде жарылып кету үшін Кайти өзінің мықты мерген болғандығын бірден көрсетеді. Осы түнде Кайти белгісіз дыбыстардан оянып, оның үйінің жанынан инженерлер мен техниктардың Годзилладан қашып бара жатқанын көреді. Кайти шыңғырып ұйқысынан шошып оянады. Норико оны тыныштандырып жатады. Бұл қорқынышты түс оған бірінші рет көрініп жүрген жоқ. Көптеген уақыттардан кейін ақш суға атомдық ядролық сынақтар жүргізеді. Осы жарылыстың жарығы үлкен кесірткенің көзіне түседі. Осы уақытта Кайтидің өмірі жақсарып келе жатты. Ол үлкен қаржылай айлық алып, жаңа үйге көшіп келеді. Көшкенін тойлауға профессор мен балақайды шақырады. Достары әлі Кайти неге Нориконы әйелім деп атамауына таңғалады. Бірақ Кайтидің өз себептері бар. Жақын арада Норико өзіне жұмыс тапқан екен. Норико өзін өзі қамтамасыз ету керектігін айтып, Кайти бәрібір қызға үйленуге ұсыныс жасамаған еді. Ендеше әркім өз жолымен кетуі керек. Осыны естіген жігіт көңіл күйі босап кетеді. Осы уақытта американдық эсминецқа үлкен құбыжық шабуыл жасайды. Біз Годзилланың құйрығын көріп тұрмыз. Ол Японияның аралдарына бағыттап бара жатыр.
Япония қорғаусыз, панасыз десек те болады. СССР мен ақш-тың арасындағы қақтығыс американдықтардың Японияға көмектесуіне кедергі. Біз көріп тұрғандай Каитидің командасы бұзылған американдық үлкен кемеге бара жатты. Бұл кемені кім бұзды екен? Акула кит, бірақ Каити судың бетіне шығып жатқан балықтан жауапты бірден тапты. Ол бұл жерден тезірек кеткісі келгенімен капитан оны тыңдамайды. Годзилла Токиоға бағытталып бара жатты. Егерде оны әскери кеме келем дегенше тоқтатпаса, қаланың күлі көкке ұшады. Каити тұрған қайықта тек пулемет пен 2-3 жарылғыш мина бар. Мінеки Годзилла ядерлік эксперимент кезінде радиацияға ұшырап өте үлкен болып кеткен екен. Жігіттер суға жарылғыш миналарды тастайды. Мина Годзилланың дәл аузына түседі. Каити бомбаға пулеметпен атқылайды. Годзилланың аузында мина жарылды, бірақ қуануға әлі ерте. Құбыжыққа бір жағынан әскери крейсер шабуыл жасай бастайды. Годзилла судың астына кіріп, көк сәуле жанып, крейсерді ортасынан тесіп өтіп кетеді. Каити ол дезертир, қорқақ екенін мойындап, ешқашанда камикадзелік қарызын өтемегеніне өкінетінін айтты. Содан кейін Годзиллаға оқ аталмай, соның кесірінен инженерлер мен техниктер өмірлерімен қоштасқанын айтады. Біз мінекей бұрынғы техник беріп кеткен қағазда не бар екенін көріп тұрмыз. Суретте инженерлердің отбасылары Каити өзінің тірі қалғанына өкініп, өзін қатты кіналайды. Норико оны еш нәрсеге кіналамайды. Ол керісінше Каитидің тірі қалғаны үлкен белгі екендігін айтады. Жарасы жазылған Годзилла қайтадан Токиоға бет алып бара жатты. Радиодан дабыл естіліп, Генс ауданында үлкен құбыжық шыққандығын ескертіп жатқан еді. Каити қатты қорқып, сасқалақтап, Нориконың жұмысы сол ауданда екенін есіне түсіреді. Біз мінекей көріп тұрғандай Норико пойызбен жұмысына бара жатады. Годзилла пайда болып пойызды қиратып жатады. Норико тірі қалады. Годзилла үйлерді қиратып жатады. Халық қорқып жүрді. Норико аяғы тайып құлап түседі. Оны көп адамдардың ішінен Каити алып шығады. Годзиллаға танк пен оқтар жаудыра бастайды. Годзилланың арқасы көк жарықпен жанып, радиоактивті жарылыс болады. Қалаға радиоактивті сәулелер ұрады. Норико Каитиді бұрылысқа итеріп, өзін жарылыс толқыны алып кетеді. Годзилла қаладан кетеді. Каити іші өртенгеннен айқайлап жатады. Осы күні 30 мыңдаған адам өз өмірінен айырылды. Нориконың жерлеу рәсімі болады. Профессор билік ешкімге үміт артып отқан жоқ екендігін айтқанын ескертеді. Қарапайым халық Годзилладан қалай аман қалатындарын ойлап жүрген еді. Оларға Каити керек. Кризистік ғимаратқа бұрынғы әскери қызметкерлер жиналып жатады. Бұл Японияның соңғы үміті. Бағымызға орай профессордың жоспары бар. Ол суға батып кететін арнайы экспериментін көрсетеді. Егерде оны фриондық көпіршіктермен ораса, фрион кез келген затты су түбіне алып кетеді. Осы экспериментті профессор Годзиллаға істегісі келгенін айтады. Құбыжықты фриондар толы баллондарды үлкен арқанға байлап, Годзилланы 2 қайық тарту керек болды. Фриондағы көпіршіктер жиналып, Годзилланы су түбіне алып кетеді. Қысым күші Годзилланы етке айналдырып жібереді. Каити бұл жоспарды мүлде қолдамады. Су құбыжығын қысым құртады дегенге мүлде сенбеді. Каити инженерлерді соңына дейін тыңдамаған еді. Әскерилер өздері жел берілетін қайықтарды көрсетеді. Егерде осындайдан 100 шақтысы болса, олар құбыжықты бірден су бетіне көтеріп алады. Каити достарымен өз үйінде құбыжыққа қарсы не істей алатындарын ойластырып отырады. Каити оған ұшақ тауып берулерін өтініп, өз өмірімен қош айтысатынын айтқысы келді. Достары Каитидің идеясын қолдамайды. Капитан Каитиді Норикоға ұсыныс жасамаған ақмақ екендігін айтып, енді өз өмірін бекер құртатынын айтады. Каити Норикоға үйленгісі келгенін, бірақ та соғыстың аяқталмауы үлкен мәселе екендігін айтады. Каитиға арналған ұшақ табылады. Ұшақ өте ескі, оны жөндеуге мықты техник керек. Каити оны кім жөндей алатындығын біледі. Ол Годзилланың шабуылынан тірі қалған Татибана есімді техникті іздейді. Татибана Каитиді көргеніне қуанышты емес секілді. Каити осы жолы өзінің қызметін орындайтындығын айтады. Егерде профессордың жоспары іске аспаса, ол ұшақты құбыжықтың аузында жаратындығын айтады. Ол үшін Татибана ұшақты толықтай жарылғыш заттармен жабдықтау керектігін айтады. Құбыжыққа қарсы адамдар қызу дайындық үстінде. Годзилланың жолда екендігін адамдар датчиктер арқылы біліп қояды. Халық қайтадан қорқыныш үстінде, бірақ та профессор оларға соғыс кезінде Япония халқының өмірі бағаланбағанын, оларды ешкім эвакуацияламағандығын, енді олар бір-біріне аға іні ретінде, бауыр ретінде жандары ашитындығын айтады. Годзиллаға қарсы жиналыс кезінде тек балақайдың жолы болмайды. Ол бұл жоспар үшін тым жас. Үлкендер оны өзімен бірге алып кеткілері келмейді. Таң атты. Каити ұйықтап жатқан Акиконың қасына бір қағазды тастап, өзі ұшақ тұрған жерге кетеді.
Ол Татибанаға әлі өмір сүргісі келетіндігін, бірақ та инженерлер алдында өз қарызын өтеу керектігін айтады. Татибана Коитиға ұшақтың іші сырты жарылғыш заттармен қапталғанын көрсетеді. Акико ұйқысынан оянып көршісіне қағазды алып барады. Қағаздың іші толы ақшамен жазылған хат. Хати Каити көршісіне балаға қарап жүруін өтінеді. Кемелер дайындық үстінде. Су астынан Годзилла пайда болады. Бұл кезде Каити аспанда ұшып жүрген еді. Ол тым сабырлы болып көрінді. Осы кезде көршісі тағы бір хат алады. Ол хатты оқып таңғалады. Годзилла үйлерді қиратып жатады. Каити оған оқ атып, оны қайтадан суға қарай арбап түсіреді. Өзінің радиоактивті сәулесімен Годзилла кемені өртеп жібереді. Енді қайтадан күш жинау үшін Годзиллаға бірер минут қажет. Кемелер оны үлкен арқан арқылы тартып жатады. Екі кеменің күші жетпеді. Осы кезде балақай балықшылармен келісіп оларды көмекке әкеледі. Годзилла қысымнан қиналып аузын ашқанда адамдар өз өмірлерімен қош айтысып жатады. Кенет Коити пайда болып Годзилланың аузына ұшақты кіргізіп жарып жібереді. Барлығы аспанда парашютпен түсіп келе жатқан ұшқышты көреді. Татибана техник, ұшаққа жарылғыш заттар ғана орналастырмай, парашютте орналастырған екен. Ол тағы бір адамның өмірінен айырылғанын қаламайды. Годзилла бассыз қалады. Көк жарықтары оның денесін жарып жібереді. Япония үшін -1 қорқыныш. Каити жағалауға барғанда оны көршісі Акитомен күтіп алады. Телеграмма арқылы келген хабарламада Нориканың тірі екендігі келген екен. Ол ауруханаға барғанда Норико бір көзсіз қалған екен. Каити қызды құшақтап, енді олар тыныш өмір сүре аламыз дейді. Осылайша бүгінгі шолуымыз аяғына жетті. Видео ұнаса арнаға жазылып қоңыраушаны қосып қойып, біздің арнадан шыққан жаңа бейне роликтарды бірінші болып көріңіз. Келесі шығарылымдарда жолыққанша аман болайық.